Сәлеметсіздер ма? Қалайсыздар? Қал жағдайларыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз? Көрініп тұр ма, нормально естіп тұр ма? Я, нормально. Дұрыс болған екен. Ага. Привет, всем привет. Ирина, поздравляю вас с квалификацией. О, Ирина, здравствуйте, я вас тоже поздравляю. Біздің лидеріміз 4 айда автобонусты алған, және де қазір ең жоғарғы сатыларға 5 айдың ішінде шықты. Керемет результат. Я, күшті результат көрсетті. Бізге осы системаның арқасында бәріміз осы бір командадамыз. Біздің жалпы. Сегодня у нас завершился марафон, и по этому поводу, и вообще делаем мы с Айзатой каждую неделю эфир и с полезностью. Сегодня я буду говорить о 9 способах продажи. Спасибо, да, идем туда. Ой, болса, эфир сақтап қоям, мен бүгін енді бастай берейін, я, жалпы. Көріп отырсыздар, мына енді барлығы керемет, барлығы осы мен сіздермен бірге осы бір жұма бірге болдым. Жалпы марафонды өткіздік. Біз Айзада ханым екеуміз, Айзада ханым тағы да шықты қойшыда. Ага. Айзада, мен сізді қосып жатырмын, что-то сіз шығып кетіп жатсыз қайта-қайта. Саламатсыздар ма? Бүгін эфирді аяғына дейін көрсеңіздер, өте керемет ақшалай сыйлықтар болады бізде. Және де өте керемет бізде не болады тағы да білесіздер ма? Сатылым техникасының 9 бағытымен мен сіздерді таныстырамын. Жалпы неге сіздерде сатылым болмайды, неге сіздер сатылым жасай алмайсыздар? Ол сатылым деген бүйтіп зат сату сондай емес, просто техника продажаға үйренетін боламыз. Бүгінгі эфир өте керемет эфир болады. Неге шығып кетасыз қайта-қайта? Білмейміз, бросать деп черно бір нәрсе болды ғой, бүйтіп дұрыстап қойын дедім ба, или басылып кетті ма? Болды, нормально. Все, ага. Олай болса, бастай берейік, я енді, как всегда, егер де мені білмейтін, танымайтын болса, Айзадан танымайтын болсаңыздар, қазір өзімізді таныстырып өтейік. Жалпы, мен үйде отырған көп балалы анамын, 5 балам бар, Астананың аймағында тұрамын, жалпы осы Нұр-Сұлтан қаласының шет жағында тұрамын. Енді өзім осы үйде отырып, интернетті қопарып отырып, осылай өзім наставнигімді тауып алдым. Қазіргі таңда мен өте керемет қарқынды дамып жатқан командада жұмыс жасап жатырмын. Өзімнің де результаттарым бар. Мен сторисімді көріп жүрген болсаңыздар, білесіздер, яғни мен қазіргі таңда осы небары наурыз айынан бастап жасаған жұмысымның арқасында небары бір айдың ішінде жалпы 20 Қазақстан қаласын, Ресейдің 5 қаласын, және Тәжікстанның 1 қаласы қазір менің командамда бар. Барлық менің командам қазір уже постоянно салып отырамын, негізінде сторисқа қарап отырсаңыздар, менде постоянно нәтижені көрсетіп отырамын сіздерге. Қазіргі таңда уже менің командамдағы адамдардың өздерінің командасы бар. 5 команда жақсы дамып жатыр менің қазір осы астында. Енді
Жалпы айтайын дегенім, бізде енді менің осы сетевой бизнесқа келгеніме жалпы 2,5 жылдай уақыт болды. Осы 2,5 жылдың ішінде мен 2 жыл тек жаңағыдай дұрыс емес бағыттармен жұмыс жасадым. Енді ол кезде мен дұрыс системаны білген жоқпын. Жалпы сетевой бизнесті қалай жүргізу керек екенін тіпті хабарым болған жоқ. Сол себепті как могла, иә, біріншіде енді өзім жаңағы наставнигім айтқаны бойынша жұмыс жасадым. Жаңағы бұрынғы ескі әдістер арқылы 100 списокты жасап, таныстарға, тамырларға, туыстарға деген сияқты, иә. Оның ішінде жаңағыдай чай питиялар да бар, жаңағыдай мини питиялар бар, бәрі бар, короче говоря, бәрімен жұмыс жасап болдым. Содан кейін мен айттым, жоқ, бұл сетевой бизнес менікі емес екен, мен уже шаршадым, түрлі бағыттарда жұмыс жасап көрдім. Ол жаңағы ақшалайда, яғни жаңағы қазіргі таңда айтады, пирамидальный деп та, ол бағытта да жұмыс жасап көрдім. Және де продукциясы бар да, продукциясы жоқ, услугасы бар да, барлық бағытта жалпы жұмыс жасап көрдім. Ол компаниялардың барлығында маркетинг бойынша ақша табуға болады, бәрі керемет, бәрі бренд, бәрі жақсы. Бірақ мәселе менде болды. Сол себепті мен енді менің қолымнан келмейді, бұл бизнесті мен жасай алмаймын деп тастап кетейін деп отқан кезімде өзім ютубты қарап отырып, осы Татьяна Гор деген өзім бір орыстың қызымен жалпы сөйлестім. Осы соңғы рет бір мүмкіндікті өзіме берейінші деп ойладым да. Сөйтіп сол Татьянаға жаздым. Татьяна, егер де мен сенің командаға келетін болсам, мен уже ол жерде опытный болып алдым ғой, уже. Мен на командаға келем, анандай ақшаларды көрсеткенге, машиналарды көрсеткенге уже алданбаймын да, уже да. Мен уже опытный болып алдым. Мен қалай жұмыс жасайын, соны айтшы деп сөйтіп жаздым. Сосын ол маған айтты, менің командама келген күннен бастап, сен системаны аласың деді. Сол системаны өндіру арқылы, сосын мен айттым, ол қандай система деп едім, мен саған бір апта тегін сабақ берем, сол сабақты қарап көр, егер ұнаса, мен дайынмын деп жаз, ұнамаса, онда мен дайын емеспін деп жаз деді да. Маған керек емес деп жаз деді. В любом случае, қандай ответ болса да, бірақ маған жаз деді. Мен ол сабақты қарап көрдім, 7 күндік сабаққа қатыстым, мен тегін сабаққа, мен де сіздер сияқты кәдімгі сол марафонға мен де қатыстым. Содан кейін мен өзіме шешім қабылдадымдағы, мен дайынмын деп Татьянаға жазып жібердім. Сол күні сразу активация жасадым, сол күні өзім сол системаны алдым, және де сол күннен бастап мен сол системаны оқыдым, бір күнде қалдырған жоқпын, бір кәдімгі өзім бір айтып тұрмын ғой, өзіме жаңағы соңғы бір мүмкіндікті бердім, и сол соңғы мүмкіндікті мен максимум кәдімгідей пайдаланғым келді. Вот действительно, осыны көрем, осының бәрін жасап көрем, если тура осы жерде болмаса, онда бітті, сетевой это не мой деп өзіме сөз бердім солай да. И содан кейін у меня пошло, мен жаңағы бүгін меруерт айтып отыр ғой. Бізде мен сторисімді қарасаңыздар, бүгін Меруерт деген мен атындағы қыз небәрі 1 ай болды дегенде, 1 ай болған да жоқ даже әлі толық. Сол қыз айтып отыр, маған бір қыз өзі жазып, өзі тіркелді, представляете деп скриншот жіберіп отыр да. Менде де сондай болды. Маған да сразу адамдар өздерінше, мен жаңағы кәдімгі күнде сол системаны жасаймын, мына тапсырманы жасау керек, мына тапсырманы жасау керек, мынандай видеоға шығу керек, мынандай. Сол тек қана домашний заданиені жасап отырдым, и маған адамдар жасады. Ақбота, мен сіздің командаңызға қосылғым келеді. Ақбота, бүгін де міне сіздердің алдарыңызда ғана 2 минут бұрын бір кісімен сөйлестім, менің ютубымдағы каналымда жазып қойыпты. Керемет екен, мен сіздің каналыңыз, сізбен бірге жұмыс жасағым келеді деп. Сол енді сөйтіп маған адамдар жаза бастады. И одан кейін все хорошо, и мне так интересно, да, что мен даже бұрынғы сетевой бағытта жұмыс жасағанда адамға айтатын еді ғой. Бұл сетевой, мынандай маркетинг бар бұл жерде, мынандай. Мен маркетинг нәрсе айтпаймын, просто адамға ссылкамды берем, ол маған кәдімгі тіркеледі, и активацияны жасайды, ары қарай. Вот система как работает, да? Өйткені мен сол кезде сезіндім, осы менің жасап жатқан жұмысымның, осы жасап жатқан системамның алдында маған Татьяна айтқан да, сен 1 ай бойы осы системаға жұмыс жасайсың, қалай жұмыс жасайсың? Миыңды жұмыс істетесің, көзіңді жұмыс істетесің, қолыңды жұмыс істетесің, кішкене жыбырлап тірлік істейсің, телефонмен ғана деп та, барып жер қазбайсың, жаңағы нетпейсің деп. Одан кейін мен сол нәрсені сезіндім уже. Ол системаның уже действительно маған уже жұмыс жасап жатқанын мен сезіндім. Маған адамдар жазып, кәдімгідей командам солай. Кейін уже келесі айда мен бірден командам өсіп кетті. Даже өзім байқамай қалдым. Күнде кәдімгі үлгере алмай қалатын кездерім болатын да, айсада сізбен сөйлесе алмай қалатын кездерім болатын да. До того мен үлгермейтінмін, адамдар маған хочу команду деп жаза береді, и мен уже соларды даже обрабатывать етіп үлгермей қалатынмын. Сол себепті сондай поток, если вы хотите такой поток,
осы біздің системамен осы потокты жасауға болады. Адамдар өздері жазады. Біз бас қатырмаймыз, адам қайдан келеді, не келеді деп та. Енді Айзада ханым, сіз өзіңізді таныстырып өтіңіз, қалай осы маған келдіңіз, немен қалай таныстыңыз, жалпы адамдар білсін біздің кім екенімізді, не жасап жатқанымызды. Қайырлы күн, ханымдар мен мырзалар, біздің прямой эфирға көріп, біздің әңгімемізді тыңдап отырсаңыз, демек сіздің біздің Ақбота ханымның парақшасы сіз танитын адам болып шығыңыз. Демек сіз бір жұмысты іздеп жүрген адамсыз деп айтайын, бір жұмыс іздеп жүрген. Жалпы мен есімім Тоқтасова Айзада, мен Тараз қаласында тұрамын. Мен алғашында сетевой бизнеспен айналысқан болатынмын, BSC компаниясында жұмыс жасадым. Ол жерде жұмыс жасаған кезде мен енді жалпы бұрын Oriflame-де айналысқан кезде ол кезде маркетинг планды біз қолмен жазып, сөйтіп түсіріндіретін болғанбыз. Также адамдарды жинаймыз, қай жерде көпшілік болады, сол жерге жүгіріп барасың, маркетинг план жазып жүресің. Сосын менің миымда қалып қалған, что маркетинг планды от руки түсіндіру керек деген. Ол кезде интернеттің дамымаған кезі. Одан кейін бері келе жұмыс жасадым, өзім мұғаліммін, мұғалім мамандығым, одан жұмыс жасадым. Сөйтіп жүргенде мен декретке шықтым. Декретке шыққаннан кейін менің әріптесім, менімен бірге декретке шыққан әріптесім, ол да екеуміз декретке шықтық, ол мені бір бизнеске шақырды. Ол бизнеске шақырған кезде мен айттым, жоқ, қаяқтан мен қолымнан келмейді. Миымда қалып қалған ғой, мен қазір декретте отырып қаяқтан адамдар мен от руки жұмыс жасап жүремін ғой, адам шақырамаймын мен дедім. Айзада Мирхановна, қазір дамыған заман, интернеттің заманы, қазір бәрі онлайн түрде жұмыс жасалады, сіз жасап көрсеңізші деді. Сосын мақпал, көреміз, мен ойланып көрейін дедім да. Одан кейін араға 3 ай уақыт өткеннен кейін мен жалпы жаңағы әріптесімнің парақшасын қарап отырған кезде оның кәдімгі бір белгілі жетістікке жеткені көрінді. Қайтадан өзіне шықтым да, жалпы жұмысым мен солай басталып кетті. Бір жылда еңбек еттім, олардың үйреткені бойынша жұмыс жасадым. Бірінші очередь 100 тізім дейді, кәдімгідей ол айтқанды істе деген нәрсені істеп жүре бердім мен шынап келгенде. 5 парақша ашасың, оның бәрін толтырасың, жұмысқа кірісесің, іске кірісесің, WhatsApp-пен жұмыс жасайсың. Істе деген істедім. Бірақ мен ойымдағыдай, енді ол қыздың результатын көрдім ғой, айлығын көрдім, результатын көрдім. Мен сондай хотя бы жетейін деп ойладым да, енді үйде отқанға қосымшада біз кімге керек емес, бәріне керек дедім да. Сөйтіп не істедім? Сөйтіп мен оның айтқанындай істеп отырып, бірақ менің ойымдағыдай жетістікке жеткен жоқпын. Мені шаршатып жіберді, мына системасы мені шаршатты. Күнделікті отырып жаңағындай спам рассылканы жіберу деген еді. Сол бір жұмыс жасаса да мейлі екен ғой, уже адамдардың көбісі сенбей қалған шындап келген. Сосын мен ойладым, қоя мен мынаны ай сайын ақшасын салып отыру керексің. Шығып атқан айлығым жоқ, керемет алып атқан айлығым жоқ, не премиям жоқ, командам бәрі тура мен сияқты жұмыс жасап жатқан жоқ дедім да. Система, не жағы, сетевой это не мое дедім да, мен жалқып кеттім. Бірақ соның арасында мен ойладым басында, мүмкін мен білім керек шығар маған деп, мен мектепті оқыдым жаңағы, Facebook, интернет желісінен жүргізу туралы мен мектепті оқыдым. Яғни Facebook, Instagram мен жұмыс жасау, ВКонтактені қалай жұмыс жасау, жалпы таргет деген не, оны қалай жұмыс жасау, соның бәрін оқып жүріп, сол оқуда мен жалпы осы Ақбота ханыммен танысқан болатынмын. Бірақ біз таныстық болды, одан кейін бізде ешқандай общение, ара-қатынас нәрсе болған жоқ. Соң күндері уақыт өтті, мен BSC-мді тастап кеттім, оқуымды оқып алдым. Сосын өз-өзіме келіп алғаннан кейін ойладым, бәрібірде интернеттен ақша табуға болады. Мен құр бекерге интернетті өткізгім келмейді дедім, мен қайтадан Ақбота ханымды уже іздеп, Ақбота ханымды мен аңдып отырдым. Бұл кісі немен айналысып жүр жалпы? Мен енді тастап кеттім, бұл кісі де тастап кетті ме екен? Жоқ, мен істегенді жалпы не істеп жатыр екен? Жоқ, бұл кісі де ескі системамен жұмыс жасап жатыр ме екен деп, мен бұл кісіні тауып алдым қайтадан, ВКонтактеде қарадым, YouTube каналын қарадым, жалпы мен бұл кісіні тауып алып, бұл кісіге қайтадан шығып, WhatsApp номерін да білмеймін. Сөйтіп, мен ВКонтакте желісінде мен бұл кісіге байланысқа шығып, жалпы немен айналысып жатсыз дедім. Бұл кісі маған өзінің жаңағы материалдарын жіберді. Мен таныстым. Одан кейін бізде марафон болады деді, марафонына қатыстым. Мен айттым, я хочу с вами работать. Все, я готова, я время тянуть не хочу. Уақытымды мен и так-то жоғалтып алдым.
мен сізбен жұмыс жасағым келеді. Маған сіздің айтып отқан системаңыз, мына марафондағы үйретіп жатқан материалдар, үйретіп жатқан жұмыстар маған ұнайды. Мен сізбен бірге жұмыс жасағым келеді деп мен Ақбота ханымға айттым. Сөйтіп осылай жұмыс жасап кеттік. Мен де жұмыс жасап жатқаным көп болған жоқ. Біраз дүниелерді мен жасап қойдым. Енді осы, былайша айтқанда, енді бұл система Қазақстанға бірінші келіп тұр. Негізінде көбісі айтады, ой, Қазақстанға келген жаңа компания деп айтады, сөйтіп қызығады. Мен айтқым келеді, бұл система Қазақстанға бірінші келіп тұр, өте керемет. Россияның қыздар жұмыс жасап жатқаннан кейін осы Қазақстанға енді Ақбота ханым сіз алып келдіңіз деп айтар едім мен. Осы Қазақстан, сіз Россиядан Қазақстанға алып келген сіз. Ешкім танымайды бұл нені, системаны, ешкім білмейді. Бұны білген енді қыз келіншектер все етегінен жармасып мен сізбен жұмыс істеймін деп айтпасқа мүмкін емес. Өйткені өте керемет қадамдар бар. Бәрі қадам-қадаммен жұмыс жасалынады. Ешкім бүйтіп алып біраз нәрсені ауызға тыға салмайды бүкіл системаны. Бәрі бір қалыпты. Адам үлгереді бұл жерде. Мен үлгермей жатырмын деген әңгіме жоқ. Бүгін бір жұмыс жасайды, ертең екінші жұмыс жасайды. Одан кейін үшінші. Сөйтіп қарап отырсаңыз, 10 күнде біраз дүние жасап тастайды. Ол дүние дегеніміз не? Ол деген клиенттерді өздері келетіндей етіп жасау. Яғни ол клиенттерді саған келетін жағдай жасау үшін сен бірінші өзің сол әрекеттерді жасау керексің, да? Жаңа автоворонка дейді, оформление, пост салу. Постыда, мысалға парақшамызға семьямыздың түскен суретімізден бизнестің суретін салуға болмайды деп ойлаймын. Тойда жүрмін да, мысалға. Енді негізінде болады, бірақ желательно енді бизнеске арналған парақша болған кейін бизнес туралы жазу керек. Өйткені адам сіздің отбасыңызды көру, тамашалау үшін келмейді, ол сіздің жалпы немен айналысасыз деп. Ал енді ол жерге сіз өзіңіздің жаңағы сториске салуға болады, қыдырып жүргеніңізді, ол 24 сағат қана сақталады ғой. Бұл жерде жаңа қыдырып жүргеніңізді, демалып жүргеніңізді, тамақ істеп жүргеніңізді салуға болады, бірақ суткаға. Не себепті? Себебі сіз бұл жұмысты жасап жүріп, үйдің тірлігін де істей аласыз, қыдырып та жүре аласыз. Негізгі жұмысыңызды істеп, кешке де жұмыс істей аласыз. Арасында остановкада тұрып, автобуста тұрып та үлгере аласыз деген ойда салып тұруға болады. Бірақ полный рост өзіңіздің өмірбаяныңызды постқа салуға болмайды. Сондай керемет система енді, сенесіз бе, адамдар енді сіздің парақшаңызға келгенде кеткісі келмей қалатындай өте күшті дүние. Сондықтан Ақбота ханым, мен сізбен бірге жұмыс жасап жатқаныма өте қуаныштымын. Сізбен бірге марафон жүргізіп жатқанымда, марафон дегеннің өзі де бар ғой, жүргізу арқылы үйретіп жүріп, адам үйренеді көп нәрсені. Вроде бы білесің, бірақ өзің үйретіп отқан кезде соны, өзің, осы жерде деп әр марафон өткізген сайын уже адам пісе береді. Өте керемет. Жалпы айтады ғой былай, барлық негізінде, барлық сетевой бизнестағы адамдарда барлық айтады, бізде де система бар дейді. Бірақ система бар деп айтып отқан адам, мысалға бүгін маған бір қыз жазды. Осындай, сізді осындай бизнес қызықтыра ма деп, онлайн бизнес. Сосын мен жаздым да, обратная связь болсын деп. Ал сіз қандай бағытта жұмыс жасайсыз деп. Сіздерде осы жұмыс жасайтын система бар ма деп сұрадым да, сөйтіп едім, бар деді. Сонда ол қандай десем, енді осылай адамдарды іздеу дейді. Сосын мен айттым да, ал бізде керісінше адамдар бізді іздеп тауып алатын система бар. Представляете десем, ол қыз айтады, мен вообще бір жыл болды осы сетевойда жүргенде, бірақ мынандай системаны мен бірінші рет естіп тұрмын. Қалай адамдар жазады дейді. Действительно адамдар жазады. Оған міне дәлел біздің команда өсіп жатқан, который бізге адамдар өздері жазып жатыр, өздері келіп жатыр. Бүгін мен артында, сіздің артыңызда уже команда бар, жаймен жиналып жатқан. Меруерт уже команда жан сақтап жатыр. Бір айдың ішінде бүгін даже Меруерттің дауысын естісеңіздер бағана голосовойда. Мен сондай толқып тұрмын. Қалайша маған өзі жазып, өзі тауып алып, өзі командама кіріп жатыр мына адам. Енді, потому что у нас система такая, бізде өйткені системамыз жұмыс жасап тұр деген сөз. Біз айтамыз ғой жаңа, бір ай біз системаға жұмыс жасаймыз, одан кейін біз просто поддерживать етіп отырамыз оны, бүйтіп подкармливать етіп отырамыз да, ары қарай ол уже система бізге жұмыс жасайды. Сол себепті ол бізге адам алып келеді да. Енді, жалпы енді, біз енді осы марафонда түйіндеген енді мысалға, марафонның өзінде қаншама білім береміз, біз сол енді адамдар айтып жатады,
без продажи сетевой не сетевой, да, продажаны да жасап үйрене білу керек. Ол мысалға мен бүгін сіздерге дәл продажаның кәдімгі төрт жаңағыдай негізінде 4 бағытын айтып берем деген едім, енді 7-8-9 бағытқа дейін айтып берем. Уақытқа байланысты, енді уақытымыз жетіп жатса, полный айтамыз, және де осы эфирдің соңында еще ақшалай бізде ұтыс болады. Бұл эфирді сақтап қоямыз, жалпы көріп жатқан адамдар, көрген адамдарға жаңағы есін айтып өтеміз, жалпы қалай ол ақшалай ұтысты алуға болады деген сияқты. Біз бүгін 20 000 теңге ойнатамыз, оның ішінде 6 000 теңгеден 2 адамға, және де 3 000 теңгеден 2 адамға ойын болады осы неде. Енді қараңыздар, бізде сатылудың жалпы сатылуды біз сатылым техникасын біз үйретеміз, тоже бізде ақылы марафон бар, я 7100 теңге тұрады. Бұл біздің бесплатный марафонда біз фундаментально үйретеміз, фундаментін үйретеміз. Адамдарға жалпы қалай сетевой бизнесті этично интернет арқылы жүргізуге болатынын, қалай бізде мысалға біздің басқа сетевой компаниялардан разницамыз, басқа адамдарды іздеп, өздері жаңағы ескі әдістермен, спам әдісімен, жаңағыдай рассылка жіберу әдістерімен, жаңағы WhatsApp-қа қосу әдістерімен, күнделікті презентация айтумен ғана жұмыс жасап жатыр. Ал біздің бағытта адамдар өздері бізді іздеп келіп жатыр. Я мен сіздің командаңызға қосыламын деп, я. Міне, осы біздің айырмашылығымыз осы. Және де осы айырмашылықты сіздер қалай жасауларыңызға болады, біз сол жайында айтамыз, да. Осы жалпы тегін марафонда біздің сабағымызда осы фундаментальный білім беріледі сондай. Ал енді ақылы біздің марафонымыз бар. 7100 теңге тұрады, бірақ ол ақшаны біз сіздерден алмаймыз, оны қай жаққа қалай беретіндеріңізді, ол ақша негізінде өздеріңізге келеді қайтып. Бірақ соның қалай қайтарып сол ақшаларыңызды алу арқылы, яғни бұл да получается тегін марафон. Негізі ақылы болғанмен ол тегін. Қалай қатысуды, енді кемізге шықсаңыздар, біз айтып түсіндіреміз. Жалпы негізінде бұл жерде біз сатылым техникасын үйретеміз. Және де сатылым техникасын теория жүзінде емес, кәдімгі практика жүзінде күнделікті сіздерге сабақ беру арқылы, күнделікті сіздерге жаңағы интернет арқылы. Мен мысалға өткенде мен бір Zoom сабағымда тоже осы лидерлармен бір сабақта болдым. Сол жерде мен выступать еттім, өзімнің жаңағы спонсорым мені попросить етті. Сен бізде продажа, супер продажниксің, маған айтшы қалай. Мен, потому что болды, менде 1000 балл продажа жасадым мен 2 аптада, тек үйде отырып қана. Мен мысалға бүйтіп зат сатқан жоқпын. Бізде сату десе, адамдардың көзіне не елестейді? Каталогты ұстап алып, сумканы алып алып, продукцияның бәрін, букеларын бәрін сатылатып, алып сатып жүру деп елестейді адам көзіне. А бізде ондай сатылым техникасы емес, біз интернет арқылы продавай, не продавая деген жаңағы не бойынша жұмыс жасаймыз, бағыт бойынша. Бұл жерде сіз зат сатпайсыз, ештеме етпейсіз, тек қана осы интернетті, содан кейін біздің берген алгоритмімізді пайдалану арқылы, және де осы Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассников желілерінің кәдімгі өздерінің заңдылықтары бар, я, сол заңдылықтарды біз ашып айтамыз сол жерде. Яғни, сіздердің спонсорларыңыз көрсетпей жатқан жаңағы нені біздер секреттерін бәрін ашып көрсетеміз. Жалпы, как продавать, да? Сіздердің спонсорларыңыз не то, что секрет ретінде сақтамайды бұл нәрсені, просто ол кісілер білмейді қалай екенін, да? Сол себепті сіздерге адам әкел. Бізге өткенде марафонда қатысқан қыздардың ішінде маған бір кісі айтты, сіздер қандай күшті наставниксіздер деп. Өйткені менің наставнигім лидерский статусты әлі жапқан жоқсың деп ұрса береді маған. Мен қалай жабам, адамдар келмесе, мен туысқандарым бәрі өздері басқа сетевойларға кіріп алған, мен қалай кіргізем оларды дейді. Мен айтып жатырмын да, бізде мысалға, бізде туысқан, менің командамда мысалға 30 адам бар, бірінші линиямда да, уже бүгінгі таңда 30 адам бар. Ешқандай бірде бір туысқаным жоқ, бірде бір танысым жоқ, бірде бір одноклассникім жоқ. Вообще мен танымайтын адамдар. Осы интернет арқылы маған өздері келіп, өздері жұмыс жасайын деп ниет білдірген адамдар. И сол вообще былайынша айтқанда мен ешқандай туысқаныма предлагать етпеймін бұл бизнесті. Мен туысқандарым и так біледі мен немен айналысатынымды, бірақ мен оларға бүйтіп ашып предлагать етпеймін. Енді осы сатылым техникасының жалпы ең бірінші бағыты клиентті зерттеп алу керек. Мысалға біздер мынау неде үйретеміз марафонда, я, мақсатты аудиторияны дұрыс таңдау деп, я, әркім өзі сияқты, мысалға, мақсатты аудиторияны кейбір қыздар осы марафонда әлі күнге дейін маған жазып жатыр, қалай таңдаймыз. Олар парақшаларын әлі өңдей алмай жатыр. Не себепті? Себебі мақсат аудиторияны дұрыс таңдай алмай жатыр. И қай бағытта жазарым деп жатыр. Маған айтып жатыр да, даже сізге ақысын төлейміз, маған жасап беріңізші менің Инстаграм дейді. Қараңыздар, мен өзімнің мақсатты аудиториям бар.
Айзаданың өзінің мақсатты аудиториясы бар. Сіздердің өздеріңіздің мақсатты аудиторияларыңыз бар. Иә, мен 5000 теңгелеріңізді алып жасап бере салам, 5,5 минутта жазып бере салам. Креативный қылып, кәдімгі адам тартатын қылып. Бірақ сол менің жазған нәрсемді сіз айта аласыз ба? Ол жерде біз шындықта жазамыз. Мысалға, мен парақшамда барлығы шындық. Мен қыздар айтады да, біз контент сабағын өткенде де, не жазамыз, не біз жазамаймыз, мен жазамаймын, әшейін картинкаларды жібере салайыншы, болды. Мен айтам, қалай картинка, неге жазамайсыздар, жаза аласыздар, сетевой бизнесқа не үшін келдің? Иә, бұлдың өзі контент. Не үшін? Найымнан келдің ба, жоқ үйде отырған анасың ба, жоқ әлде декреттесің ба, жоқ әлде пенсиядағы кісісің ба, иә? Бұның бәрі опыт. Біз өзіміздің қалай келгенімізді жазуымыз керек. Мен айтам да, нечего писать, вы пишите то, что вы сегодня имеете. Мысалға, мен жаздым, иә, осыдан бір, менің мақсатты аудитория, менің қазір, мысалы, мен, иә, дәл мен, бірақ, 5-6 ай бұрын. Осы, январдағы мен деп айтсам болады. Вот солай таңдау керек, мақсатты аудиторияны. Январ айындағы мен. Қазір мен уже нәтижем бар ғой, бірақ январда мен нәтижем болған жоқ қой, мен іздеу үстінде жүрдім. Осы системаны таптым, мен Танямен таныстым, иә, осының бәрі опыт. Мен сол кезде уже марттан бастап өзім контент жаза бастадым. Дұрыс контенттің не екенін білдім да, оказывается, мына компанияға келсең, мынанша ақша табасың деп жазбау керек екен. Оказывается, мен бүгін эфирға келіңдер, наставнигім менің машинасы бар, эфир жасайды. Олай жазуға болмайды екен, иә. Мен сені бүгін чатқа қосам, сағат 5-те сол чатта презентация болады. Біз баяғыда осылай істейтінбіз, иә. Мен оның бәрін поняла. Как надо делать? Маған сол кезде наставнигім айтты. Вот, пиши правду, не надо, пиши правду. Бүгін сен келдің ба, осы системаны алдың ба? Вот пиши, сен алдың, у тебя какие ощущения? Мен айтам, у меня зверские ощущения, мне вообще мынандай нәрсені көрген емеспін. Вот пиши об этом. Сосын мен оны жаздым да, и келесі күні айтады да, мен бірінші сабақты орындадым. Пиши, что ты получила? Бірінші сабақты орындағаннан кейін, что ты поняла? Что ты делаешь правильно? Я говорю, да. И что ты не делаешь правильно, тоже пиши. Что ты делала неправильно, тоже пиши. Вот контент, пожалуйста. Мен бұрынғы істеп жүргенім дұрыс емес, одан кейін мен смело жаздым. Мен алдымда ұялып жүргем. Мен компания ауыстырдым деп жазғым келмейді, жаза алмаймын, олай қалай жазам? Ана компанияда да, о жақта да нормальный болған едім деген сияқты, иә? Өйткені о жерде де действительно статусым нормальный болды. Турцияға дейін, ана Каппадокия, Бурса деген өзім өмірімде бармаған жерде адамдарды қостым осы интернеттің көмегімен. Бірақ ол жерде кәдімгі менің настойчивостьіммен қосылды ол адамдар. Мынандай легко келген жоқ. И ол адамдар келгеннен кейін жұмыс істеген жоқ. Просто қосылады, жұмыс жасамайды. Қосылады, қызығушылық танытады, менімен араласады, эмоцияда қосылып кетеді, бірақ жұмыс жасамайды. Кейін уже мен осы системада уже жұмыс жасайтын, действительно сондай таза адамдар келді маған. Кәдімгі бизнес іздеп жүрген, интернет арқылы жасауға дайын адамдар келді. Соны мен сол кезде уже мен смело жаздым. Ол маған айтты, неден сен қорқасың? Мен компанияны ауыстырдым, сен компания жаман болғандықтан ауыстырған жоқсың ғой. Сен просто ол жерде осындай система болғандықтан, сен бір жыл бойы тупо сол жерде ақша салып отырғаныңды жаз деді. Сосын мен соны жаздым, действительно. Я поменяла свою компанию, я ушла оттуда деп, да, мен кетіп қалдым. Мен кеттім, потому что компания жаман болғандықтан емес, мен просто компаниядан емес, мен өзім система болмағандықтан, мен басқаша түрде жұмыс жасағым келеді. Мен маманды түрде жұмыс жасағым келеді. Мен бұл кәдімгідей кәсібім еткім келеді. Мен бұны как попало мынандай жұмыс істегім келмейді. Ой, сетевой что ли, не хочу я так. Да, чем ты занимаешься? Да, как так можно, деген сияқты, я вот эту хочу эмоцию получить, да, допустим, да. И поэтому я поменяла компанию, деп мен уже спокойно жаздым уже. Я поменяла компанию не от того, что у меня вот так, да, а от того, что вот так. Правильный путь, да. Расымен сол, рас шын. Я не үшін мен ана жерде отыруым керек. Я не хочу находиться в сетевом, я хочу зарабатывать в сетевом, да, а люди же есть, которые просто находятся, просто әйтеуір отыр, бір күні бір жерден біреу келеді, бір күні бір жерден келеді, наставнигім жасап береді, наставник сіз үшін ешкім нәрсе жасамайды, мен де мысалға сіз үшін наставник ретінде ешнәрсе жасамаймын, мен тек білім беремін сізге, білетінімді беремін, мысалға мен Таняға келген кезде өзім наставнигім өзім, да, и менің адамдарым да дәл сондай. Мен сұраған жоқпын, Таня, сколько ты зарабатываешь? Таня, что там у тебя? Покажи чек, какой доход? Мне вообще он сұраған жоқпын. Если захотела, она мне показала, да, а если не захотела, я у нее не спрашиваю. Мен просто одан алған нәрсем, менің оның білімі.
потому что анандай ақша көрсету, банкоматтың қасында тұру, ондай нәрсенің бәрі уже кәдімгі өтірік нәрсе сияқты да, и действительно өтірік. Мен ондай білем, өтірік снимать еткен қыздар қазіргі таңда маған келіп, осы біздің марафонда да бар ондай қыздар. Біз солай өзіміздің карточкамыз емес, біз біреудің карточкасы арқылы снимать етіп сондай видеолармен жұмыс жасағанбыз дейді. Өйткені они тоже хотят, нәтиже хотят да, ал нәтиже керек болғаннан кейін олар енді наставниктің айтқанын жасайды. Ондай техникалар қазір жасамайды. Қазіргі кезде барлық адамдар интернетте отырған адамның бәрі умный, бәрі сезет, бәрі білет, барлық нәрсені. Сол себепті біз мынау мақсатты аудиториямыз бұл жерде де роль играть етеді. Даже сату техникасының өзінде біз клиентті зерттеп алуымыз керек, клиент туралы ақпарат алуымыз керек. Мысалы, клиентпен сұрақ жауап арқылы араласуымыз керек. Мысалы, сізге жазса біреу, сізде мынау курс қандай, марафон қандай. Міне марафон мынандай, марафон туралы біз ақпарат бермейміз. Бірден влог сатпаймыз, біз ол кісімен парақшасына кіріп көреміз. Парақшасы болмаса, ол бізге жаңадай мәлімет аламыз. Сәлематсыз ба? Сіз қалайсыз? Анаусын. А вдруг біз оған қазір, мен оған мама в декрете дегі мәліметті беріп атсам, а ол студент болса, это ему не надо, ол тұрып қалады. Ал әр адамға әртүрлі подход бар, бізде, мысалы, студент болса, біз оған басқаша, мысалы, студент болса, сен болашағың қандай, мысалы, қай қазір оқу орнында оқып жатсың, міне максимум 100 000 теңге аласың ертең, осы 4 жыл уақытыңды бересің, максимум 100 000 теңге аласың, бір жылына бір рет 50 000 премия аларсың, болды, а мына бизнеста егер де сен разобраться етіп, былай қарайтын болсаң, мынандай табыстар бар. Біз студентпен уже басқаша, а баласы бар үйде отырған декреттегі анаға оған уже басқаша подход керек та. Не үшін біз өзіміздің сатылым техникасының өзінде біз зат сатсақ та, өзіміздің білімімізді сатсақ та, жалпы не, что можно, все можно продать, все. Не сатсақ та, біз ол адамды білуіміз керек, клиентті зерттеп алуымыз керек. Ол декреттегі ана болса, оның болын білеміз, біз, ол декреттегі ана, баласын тастайтын жер жоқ, бұл жерде күйеуінің табысы жетпейді, сол себепті біз оған уже басқа предложение, басқа подход жасаймыз, міне сізге осындай үйде отырып, балаңыздың қасында осылай жасауға болатын бизнесті предлагать етеміз деп, осы жағынан кішкене клиентті зерттеп алу керек, обязательно. Ал біз блог сатқан кезде, біз оның кім екенін зерттемейміз, оның болын зерттемейміз, мы хотим просто пихнуть, продать, да? Ол кезде ол өтпейді. Өйткені бұл мынау сезіледі, да, что вы хотите пихнуть, либо сіз оның проблемасын шешіп бергіңіз келіп тұр, мысалға, вот қайсысы дұрыс жүрмін, адамға қайсысы жылы тиеді, соны мысалға. Міне бізде мынандай, алсаңа алмасаң ғой деген сияқты емес та, аблай да проблемасын шешу арқылы, если осындай подходпен келетін болсақ, бізге ол как-то плюсовый болады да. Одан кейін екінші нәрсе бұл сыйлық беруден аянбау. Жалпы сізге мысалға бізде менде бұрында тұрған немде профилімде кәдімгі маған даже подписка жасаған адамның өзі менен сыйлық алады деген сияқты, ол сыйлықта мысалға ақпарат. Менің мысалға мен өзім сетевой бизнеспен айналысқаннан кейін бізде кәдімгі информационный бизнес қой, бұл енді былайша айтқанда информация беру арқылы бізде дамимыз ғой. Енді сол мен өзіме подписка жасаған адамға аямай кәдімгі бір информацияны берем, что осылай бастан аяқ бір жаңағы визуалды адамға мен уже визуал берем. Сол визуалды мен оған маған консультацияға жазыл, бүйт-сүйт деп бір міндет қып бермеймін да, я ему от души даю, да, вот мен ол нәрсені оған көрсетем, міне визуально осылай мынандай тамаша бизнесті жасауға болады деген сияқты, оның бәрін осылай визуалды түрде. Ал егерде біз мысалға мен тегін ешнәрсе бермеймін, ешнәрсе ақпарат бермеймін, ешнәрсе үйретпеймін, сен маған тіркелесің, 100 балл жабасың, тосын аласың деген бәрінде отырсам, это вообще как-то андай болады да, эгоистично болады. А мен адамға ол әлі маған кеткен жоқ, әлі маған серіктес болған жоқ, бірақ мен оның проблемасын шешуге дайынмын. Мен оған міне көмектесіп, біз марафонда қалай көмектесеміз, 50 адам қатысты ма, 50-і бізге жаңа парақшасын берсе, 50-ін де парақшасын талдап береміз. 20 адам қатысты ма, 20 кім жібереді бізге, бәрін талдап береміз. Не от того, что бізге одан бір ақша сұрап, андай жоқ, бізде жаңағы, потому что біздің критериямыз сондай. Бізде сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз біз, мақсатты аудиториямен, яғни жаңағы боль проблеманы шешу, және де сыйлық беруден аянбау, өйткені бұл сізден тегін бағытта адам уже сізбен қатынасты,
тегін бағытта сізден сабақ алды. Сіз оның парақшасын аянбай жұмыс жасап, жаңағы мынаны былай істейсіз. Сіз егер де мынандай адамдармен жұмыс жасайтын болсаңыз, парақшаңызды былай өңдейсіз. Егер де сіз мұғаліммен жұмыс жасайтын болсаңыз, онда парақшаңызды былай өңдеңіз деген сияқты, уже біз онымен қарым-қатынастамыз. И келесі жолы ол бізге спокойно бізге серіктес бола алады ол адам, либо клиент бола алады, ол бізден либо сол курсты до конца сатып алады, дағы бізден сол курсты алу арқылы өзінің бизнесін жүргізеді, білім алу арқылы, либо ол бізге кәдімгідей жоқ, мен прям сізбен істегім келеді деп бізге серіктес болады, Сол себепті ол тегін білім беруден, тегін бір нәрсені үйретуден аянбау керек, ол бізге 10 есе 100 есе болып қайтады. Ал одан кейін үшінші бұл видео-контент, яғни онлайнда болу, постоянно, мысалға біз аптасына бір рет қазіргі таңда осындай марафондар біткеннен кейін жалпылама мынандай түйіндеме ретінде, кәдімгі, одан кейін бір реттік бір видео рецепт ретінде сіздерге жаңағы өзіміздің бизнесіміз жайында айтып өтеміз, өзіміз жайында, өзіміздің қалай келгеніміз жайында. Осындай видео контенттер, кәдімгі живой видео контенттер көбірек болғаны жақсы, одан кейін үнемі онлайнда болу керек. Даже если қазіргі таңда енді пост шығара алмай қалсаңыз да, пост не актуальный десеңіз де, стористар бар, пожалуйста, WhatsApp'та бар сторис, күнде безгранично түсуге болады, Инстаграмда бар сторис, безгранично түсуге болады, ВКонтактеде бар, жалпы барлық желілерде, даже ютубқа дейін, по-моему, қазір сторис бар. Барлық жерде, мысалға, сондай видео контенттер арқылы, өйткені, мысалға қараңыздар, осы информацияны мен қазір бүйтіп жазатын болсам, бір скучный пост болады, болды, А когда біз живой айтып отырамыз, бұл жаңағы живой контент бәрібір көбірек жұмыс жасайды. Жаңағы несі, қалай айтсам екен, живой контенттің адамға сенімділікті оятады, былайынша айтқанда, жай ашин тексттен гөрі. Одан кейін, социальное доказательство деген бар бізде. Бұл енді кәдімгі доказательство, бұл әлеуметтік дәлел жасауымыз керек. Біз жасап атқан, айтып атқан жұмыстарымызды, мысалға, бір кісілер бар, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, бірақ ешқандай результат жоқ. Айтады, результат жоқ. Ал біз қалай жасауымыз керек? Біз айтқан нәрсемізді өзіміз істеп жатырмыз ғой, өзіміздің бойымыздан өткізіп жатырмыз, және де сол нәрсенің результатын көрсетуіміз керек. Вот, міне, доказательство. Ол үшін біз жаңағы скриншоттар бар, видео-контенттер бар, осындай эфирлерде, мысалға, жаңағы марафондарда біз кәдімгі доказательство ретінде көрсете аламыз. Бұл әлеуметтік доказательство жасап отыру керек, өйткені біз интернетте жұмыс жасайтын болғандықтан, өзіміздің системамыздың действительно рабочий екен. Міне, даже если сізде жаңағы айтып жатады ғой адамдар, бізде маған қыздар көп жазады, әлі результат жоқ, қалай жазам? Неге результат жоқ? Результат бар, сіз келдіңіз, сіз осы системаны алдыңыз, сіз жұмыс жасап жатырсыз, сіз білім алып жатырсыз. Бұның өзі де кішкене результат, былайынша айтқанда. Тым білмей отқан бір ай бұрынғы сенімен, қазіргі сенімен бұл результат. Салыстыру керек та, мысалға, адам солай. Одан кейін, бұл енді төртінші социальный доказательство, и бесінші бұл біздің ұсынысымыздың жалпы үш түрі болу керек бізде. Ұсыныстар, мысалға, тегін ұсыныс болу керек, тегін реттікте, өйткені енді ғана қызығушылық танып жүрген адамдарға біз енді шамалы тегін информация беру арқылы, кішкене жылынамыз, одан кейін ол адамға, мысалға, қалтасы көтере алатындай ұсыныс болу керек. Мысалы, бізде марафондар бар, біз тегін 7 күн білім береміз. Одан кейін бізбен арғарай жұмыс жасап, жаңағы сатылым техникасын үйренгім келеді деген адамдарға біз 7100 теңгеге 2 апта бойы сабақ алады, 7100 теңгеге 2 апта бойы сабақ алады. Еще и ол 7100 теңгесін өзіне қайтарып алады. Оны біз жеке айтамыз ол сабақта қалай қайтарып алатын. И ол жер, одан кейін бізде кәдімгі 20.000 теңгелік бір айлық курс бар. И ол 20.000 теңгені ол өзіне қайтарып алады, бізге бермейді. Біздің жалпы қалтамызға, біздің картамызға еш нәрсе келмейді, біз алмаймыз. Біздің системамыз сондай. Бізде, мысалға, келген адам полный осы курсты алып, маған да адамдардың бір айдың ішінде, мысалы, мен бір айлық курсты алып, уже 2-3 аптадан кейін, күнделікті тапсырманы жасап отырып, 2-3 аптадан кейін, мен сен командаңа кіргім келеді деген заявкалар алғысы келсе, яғни, ол курс бізде 20.000 теңге тұрады. Бірақ ол ақша біздің картамызға түсінбейді. Ол ақша сіздің өзіңізге келеді. Қайтып келетіні жайында біз сіздерге жеке айтып түсіндіреміз оны. Міне, осындай бір адамның қалтасы көтеретін, одан кейін тегін ала алатын, одан кейін полный курсты толық ала алатын, осындай бір 3-4 бағытта бізде не болу керек, жаңағы
әртүрлі бағытта жұмыс жасай білуіміз керек та. Сол кезде адамға мысалға бірден мен қазір сен 20 мың теңге алуың керек осыны дейтін болсам, ол жерде ол адам оның ақшасы жоқ шығар, иә. А біз қалай? Біз тегін білім беру арқылы одан кейін қалта көтере алатын және де толық курсты ала алатын адамдар бар жалпы, иә. Бірақ бұл ақша біздің системада, дәл біздің системада бұл курсқа құйған ақшаларыңыз өздеріңізге қайтып келеді. Ал енді ары қарай сторителлинг деген бұл енді жалпы былай термин сөз ғой, но бірақ бұл история арқылы адам контент жазу керек, иә, өзінің историясымен. Яғни бізде былай үйретеміз, иә, келген адамдарды жаңа айттым ғой, бірінші күннен бастап өзінің тәжірибесін бөлісу, өзінің тәжірибесін айту, өзінің жаңағы бойынан өткен нәрсені айту арқылы. Мен мысалға сіздерге келіп, мен айтатын болсам, мен осы системаны алдым, и бір айдан кейін мен 30 адам қостым десем, вам непонятно, да, вот қалай қосты, не істеді, иә, мынау. Чтобы адам басын қатырмас үшін біз уже историямызды айтуымыз керек, иә. Мен осылай келдім, менде 2 жыл бойы нәтиже болған жоқ сетевой бизнеста, бірақ тастап кеттім келген кезде мен осы системаны жолында кездестіріп, өзіме соңғы мүмкіндікті беріп, осы система арқылы жұмыс жасап көргім келді. Және де осы системаны алып жұмыс жасап көргеннен кейін менде осындай нәтиже болды. Осындай 3 мемлекетпен қазір жұмыс жасап отырмын деп айтып отырмын, иә. Вот как-то адамға өтімді, иә, жетіп отыр, иә, былай. Ойды жеткізе білу керек та, анандай бүйтіп айтқаннан гөрі. Одан кейін жаңағы өзіңіздің мысалға енді мен сіздерге айттым, иә, өткенде, иә, тоже, иә, Айзада ханым бар. Мен жалпы командамдағы қазіргі осы сабақты алып жатқан ханымдар уже 2-ші аптада біз уже YouTube каналды жүргізіп үйренеміз, иә. Сол YouTube каналда мен уже сіздерге тапсырма берілді, иә. Сетевой бизнесті неге таңдадың? Және де сіз компанияңызды неге ауыстырдыңыз дегендей, осындай бір примерно видеолар түсіріледі, иә. Осы мысалы бұл не үшін түсіріледі десем, бұл біздің жаңағы сторителлинг, біздің нәтижеміз бұл да. Бұл мен сіздерді көрсетемін, иә, мысалға мен сізді көрсетемін. Өйткені сіз менің дәлелімсіз, иә, сіз менің командама өзіңіз өсіп жатырсыз, иә. Бұл да дәлел, былайша айтқанда. Бұл да жаңағы история, біреудің историясын көрсету арқылы. Яғни ар жақтағы біреудің емес, мен үстімдегі біреудің емес, именно менің историям арқылы келіп ары қарай сол өзінің историясын көрсету, иә. Мысалға сол менің дәлелімде сіз бола аласыз. Менің дәлелімде Лилия ханым өткенде видеоларын шығарып жатыр, иә. Ол кісіні де мен дәлел ретінде айта аламын. Менің командама келіп, міне осындай жетістікке жетіп жатыр. Одан кейін Меруерт ханым, иә, бүгін уже командасына адам кіргізіп жатыр, 1 ай болмай тұрып. Міне сондай ходячий заявкалар, мысалға, менің алдыңғы 3 айлықта мен өзімнің нәтижемді көрсетсем, ендігі жолда мен сіздердің уже нәтижелеріңізді көрсету арқылы бұл да дәлел ретінде, иә, что мен өзім ғана өсіп жатқан жоқпын, бұл жерде команда действительно өсіп жатыр деген, иә. Одан кейін 6-шы бұл енді отзыв арқылы жаңағыдай сторителлингті енді отзыв арқылы пайдалану жалпы. Біздің марафондарымыздың отзывы, иә. Көріп жатсыз ғой, біз Айзада ханым екеуміз әр марафон, уже 4 марафон жүргіздік, 4 марафон жүргізген сайын сіздерге алла жар болсын, қаншалықты білім беріп жатсыздар, рахмет сіздерге. Осының бәрін біз жаңағы скриндап аламыз. Біз ол адамдарға вообще, даже мен көп марафондарды білем, былай айтады. Сіз маған қазір отзыв жазсаңыз, мен сізге чек-лист беремін деп айтады. А біз вообще үйтіп сұрамаймыз да, вообще. Айтшы, біз сұрамаймыз. Адам шынайы, адам өзінің шынайы ризашылығын білдіреді. Не себеп? Өйткені олар түнгі сағат 4 болсын, түнгі сағат 2 болсын, таңғы 6 болсын, олар жазады. Біз қолымыздан келгенше жауап береміз. Оны біз игнор жасамаймыз. Ол өзіне керек сұрақ қояды, керегінше ақпарат алады. Енді ақпарат алып тұрғаннан кейін риза болмай ма? Риза болғаннан кейін ол өзінің ішкі жан дүниесінен, өзінің жүрегінен шығатын сөздер да. Алла разы болсын, ризамын, көп нәрсе үйретіп жатсыздар деп, мысалы шынымен айтады. Не себепті? Өйткені бұл жерде ешқандай бәрі шынайы болғаннан кейін ол айтады, қуанғаннан кейін айтады адамдар. Енді 7-ші бұл эмоция. Мысалы, мен сіздерге көшеге шығып, осы сетевой бизнесқа істеу керек, система бар, жақсы деп отырсам, мысалға, иә, ешкім оны не айтып отыр, сондай болады да. Эмоцияны передавать ету, бұл жұмыстың действительно, мен қазір, менде эмоция енді вообще, мынандай,
ұшып тұр. Почему? Потому что результат есть у меня. Мен прям терезені ашып айғайлағым келеді. Слушай, сетевой бизнес шикарный, самый шикарный бизнес. Потому что мен уже білем, барлық инструменттер бар, қалай ол инструменттер жұмыс жасау керек, қалай осы воронканың бәрін іске қосып, сол воронкалар арқылы адамдар сізге келу керек. Бұның бәрін уже біз біліп отқаннан кейін, нам охота кричать. И сол эмоцияда, когда эмоции мы передаем это, да, сол волнаны ар жақта отырған адам чувствует етеді. Не вот сезінеді да, бұл эмоциямен передавать ету керек жалпы эмоция. Мысалға, адамдарда болады ғой енді, былай, жай не қылатын, но все равно эмоцияны бере білу керек. Эмоцияны оята білу. Бұл мынау қазір енді мысалы бұл жерде бір адам үндемей мен қасында отырса, и то же самое осы системаны айтады, я бірақ үндемей айтады. Ну, да, мынаны бүйтуге болады, да, мынаны бүйтіп істесе, мынаны бүйтсе, сөйтіп. А мен мына жерде айтасам, мынаны былай істеу керек, мынаны бүйтіп істеу керек, сол кезде мынандай болады деп, я вот кімге барады, я сол сияқты эмоцияны да айта білу керек. Это тоже эмоция өте керемет нәтиже береді. Одан кейін ашық болу, ашық түрде айту, міндетті түрде продажадан қорықпай айту керек. Мысалға, мен командама кіретін адам, толық менің командамда жұмыс жасағысы келсе, 25 мың теңге ақша істейді. Это вложение. Өйткені, вы хотите миллионы зарабатывать, вы хотите через 6 месяцев машину под попой иметь, да? Вы хотите через год миллион теңге иметь, да? Вот осының бәрі, мысалы, мен айтам да, мне осындай, вот бізде бұндай обещанияны мен бере алам. Неге? Өйткені мен сол реттікке келе жатырмын. Мен әр ай сайын өсіп келе жатырмын. Бір жерде тоқтап қалған жоқпын. Өсіп келе жатырмын. Неге өсіп келе жатырмын? Себебі бізде дублицирование жақсы жүреді. Мысалға, мен Таняның жасағанын мен жасадым. Енді мен жасағанды сіздер жасап жатсыздар. Я уже өсіп жатсыздар, арттарыңызда адамдарыңыз. Вот сіздің адамдарыңыз, олар да соны жасайды. Олар. Вот на этой волне мен өсіп жатырмын. И мен точно айталам, бір жылдың ішінде миллион теңге аласыздар айына. Минимум, жоқ дегенде. И бір джип машина аласыздар, новый деп мен айталам. Почему? Потому что менің уже наставниктерім сол нәрсені алу. И мен сол жерге мен де бара жатырмын. И сіздер де сол жерге барасыздар. Результат, просто система работает, система жұмыс жасайды. Бұлта результат қашан болады? Результат бізде болады, когда бұл системаны біз қондырамыз. Одан кейін ол система бізге жұмыс жасайды. Одан кейін біз дублицирование жасаған кезде осының бәрі бізде болады. Результат это вопрос временный. Просто уақытты соза бермей, тез соның бәрін үйреніп, тез жасау. Все. Ары қарай ол результаты ол уақытша нәрсе. По-любому болады результат, потому что бұл системамен жұмыс жасап, результат көріп жатыр бәрі. Иә, осы жерде мен айта кетейінші, енді қондырғылардың бәрін, қондыратын нәрсенің бәрін қондырып қана бүйтіп отырмай, күнделікті қадамдарды күнделікті жасап, күнделікті стористеріне, күнделікті салынатын посттарын салып отыру керек та. Мен болды, воронканы орнатып қойдым, енді адамдар өздері келеді деп бүйтіп күтіп отпау керек та. От қашан адам еңбектенеді, еңбек міндетті түрде бағаланады. Адам тынбай еңбектенуі сол кезде ғана результат келеді. Тек қана қондырып қойып күтіп отқандай келмейді. Оған да жұмыс жасау керек. Адамдар келген адамдармен жұмыс жасау керек. Ол келетін адамдардың да жағдайын жасау керек, мысалға да. Тегін марафон жүргізсек те, мысалға, біреуге тегін ақпарат берсек те, ол қайтады міндетті түрде. Сол үшін еңбек керек бұл жерде, иә? Дене, бірақ енді сол даже стористің өзін қалай түсіру керек біз үйретеміз. Видео контентті қалай жасаудың бәрін біз үйретеміз. Бізде бәрі. Мен не істеймін, қандай видео түсірем, қандай сторис түсірем деп бізде бас қатырып отырмайды. Бізде кәдімгі бәрі все пошагово. Не жазу керек, не түсіру керек, не істеу керек, қай кнопканы басу керек, қай кнопканы 10 рет басу керек, қай кнопканы бір-ақ рет басу керек, басуға болмайды оны көп рет деген сияқты, иә? Осының бәрі бізде айналып беріледі жалпы. Енді одан кейін статусты беру арқылы адамды өзіне шақыру. Я мысалға, мен қазіргі таңда бірінші линияма вообще адам алмаймын уже. Мен өйткені бірінші линиям толық. Мен бірінші линияма жеткілікті 5-ақ адам болған, бірақ қазір менде 30 адам бар уже. Сол себепті мен бірінші линияма адам алмаймын, но бірақ мен айтуыма болады. Я мен айына 3 адам алуға дайынмын. И сол 3 адамды мен бүгін алам. Сіз дайынсыз ба, я? Мен командама келіп, менімен бірге бір жұмыс жасауға. Мен сізбен лично өзім жұмыс жасаймын, и бір айда результат көрсетемін деген сияқты, иә? Осындай адамға статус беру, иә? Статус деген ол уже көп адамдар, мысалға, көп адамдар ойлайды,
нәтижесі бар бір мынандай адамдарды іздейді да, негізінде нәтижесі бар үлкен лидерлардың астына кіретін болса, нәтиже бізде аз болады. Неге? Өйткені лидерский статустағы адамдардың өз бетінше басқа бағытта оқулары бар. Олар команданы қалай көтерем, команданың астындағы адамдарға қандай информация берем, олар қандай новый видео материалды шығарам, қандай нәрсені дублицирование жасауға командама дайындаймын. Олардың милары басқа нәрсемен занят. Олар новичокпен мына кнопканы бас, мына жерді түр деп отыруға уақыты жоқ, былайынша айтқанда да. И көп адамдар мені игнорить етіп жатыр, маған жауап бермей жатыр деп, олар наставниктеріне ренжіп кетіп барады. Сол себепті наставникті де выбирать білу керек та. А мысалға, если хочешь, да, именно сол наставниктің артынан, наставник, когда өзі айтады, мен 3 адамды алуға дайынмын. 3 адам, потому что ол біледі, 3 адамға ол уақыт бөле алады. Тез айтып бере алады барлық нәрсені, иә. Новичок бізде дайын системаның өзіне келсе де, новичок бір апта кішкене етегінен тартады. Мына жер қалай еді, ана жер қалай еді деп. Барлық система дайын болғанмен, бәрібірде ол жерде мына жерді түр, мына жерді бас, мына жерді қой деген сияқты әңгіме болады ол жерде, по-любому. Сол себепті сондай статусты беру арқылы адамды командаға қосу. Осы нәрсені жақсы білу керек та, мысалға, иә, адамды статус беру арқылы. Мен мысалға, мен уже лидерский статустамын, мен көп адамдармен бүйтіп жыбырлап отыруға уақытым жоқ, но бірақ мен бүгін осы айда 3 адам ала аламын. И сол 3 адамды мен бүгін ала аламын. Если бүгін үлгерсең, сол 3 адамның қасына қосыласың деген сияқты, иә. Осылай болашақ серіктеске статусты беру арқылы ол адамды өзіне серіктес ету, иә. Жалпы енді бұл техникалар өте керемет техникалар. Өзім жалпы бұл 9 түрінде пайдаланамын. Менде өйткені продажада жақсы, адам келуде жақсы. Жалпы былайынша айтқанда, поток открытый деп айтады ғой орысша. Сол айтпақшы осы. Бірақ поток открытый болу үшін де шамалы еңбек ету керек, жұмыс жасау керек. Ал енді біздің осы жаңағы статусты мен осы эфирде де пайдаланғым келеді. Біздің командамызға осы ай біткенше қосылған адамдардың ішінде активацияны 100 балл толық орындап, жасап кірген командамызға кірген адамдардың арасында біз 20 000 теңге ақшалай ұтыс ойнатамыз. Келесі айдың басында. Так что асығыңыздар, әлі қанша бір 2-3 күн бар, иә. Егер де біздің командамызға кіріп, бізбен бірге жұмыс жасаймын, мен бір айдың ішінде осындай статусқа мен де өткім келеді десеңіздер, пожалуйста, welcome. Жалпы осы енді бүгінгі біздің неміз, мен енді сатылым техникасын, мынау енді біздің қыздардың арасында да бар, сатылуды қалай жасайсыз, вообще супер продавец деп жазады. Негізі супер-пупер нәрсесі жоқ, осындай бір технологияларды біліп, сол қыр-сырын біліп, қалай, как, что, с чем подавать, соны ғана білу керек. Енді ары қарай толық әрқайсысына команданың ішінде тоқталамыз, өзіміздің чатымызда айтатын боламыз. Жалпы осы, рахмет, керемет ақпарат бердіңіз. Бұндай ақпаратты кейбіреулер естіп отырып, расымен сондай екен, айтып жатқаны шынымен сондай екен. Оказывается, контентті шынайы жазу керек екен ғой, мен анадан алып жазып жүрмін ғой. Оказывается, эмоция роль ойнайды екен ғой, мен постоянно картинка қоямын деп камерадан қашып жүргендер үшін, мысалы, сіздің бүгінгі айтып жатқаныңыз үлкен ақпарат. Әлі де постқа саласыз, көрермендер көп болады. Және осы 2 күнде 3 адам сөзсіз келетініне мен сенемін. Сіздің берген ақпаратыңызға рахмет, Ақбота ханым. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз.